Құрметті ютуберлер, блогерлер, амансыздар ма? Мен мемлекеттер туралы, яғни біздің жасап жатқан Қазақстан қай мемлекетке кіреді, яғни табыстарымыз қанша туралы, сол туралы мен бір екі ауыз айта кетейін деп едім. Яғни дүниеде мен өткенде статистиканы бір интернетте көріп қалдым. Статистикада дүниеде 4 мемлекет бар екен, 4 түрлі мемлекет. Яғни біріншісі кедей мемлекеттер, яғни жарлы мемлекет. Екіншісі дамып келе жатырған мемлекеттер, дамушы мемлекет. Үшіншісі дамыған мемлекеттер, төртіншісі өте дамып кеткен мемлекеттер. Енді соның біріншісіне кедей мемлекеттегі әрбір жұмысқа жарамды адамның, бұл жерде әрбір адамның күнделікті табысы $2. $2 аспаса, яғни $1 бізде 500 теңге, орта есеппен $2 1000 теңге, яғни барлық жұмысқа жарамды адамдардың күнделікті табысы $2 және соның айналасында болса, $2 жетпесе, яғни ол кедей мемлекет болып есептеледі екен. Кейінгі мемлекетте, дамып келе жатырған мемлекетте жаңағыдай әрбір адамның күнделікті табысы $10 болу керек екен. $10, яғни $1 бізде 500 болғанда $10 5000, яғни әрбір адам, бұл жерде барлық адам, бұл жеке компания, үлкен кәсіпкерлер, қарапайым күзетшілер, жүргізушілер, еден жуушылар, бәрі күнделікті ай табысын күнге бөлгенде күнделікті табыс $10 келу керек, яғни 5000 теңге. Әлемде үшінші біздің топтағы еліміз, ол енді дамыған мемлекет. Дамыған бола ма? Кедей, дамушы, дамыған мемлекет. Ол дамыған мемлекеттегі әрбір адамның табысы неше доллар деді? $100 деді, яғни $100, күніне $100 табыс, 40 000 теңге, күніне 40 000 теңге. Күнделікті табысы $100 болу керек екен. Әрбір жұмысқа жарамды адамның, бұл жерде барлық санаттағы, барлық категория. Ал төртінші өте дамыған мемлекеттен ол енді тіпті көп, ол масқара. Біз ол қатарға кірмейміз әрине. Енді біз өмір сүріп жатырған Қазақстан соның қайсы категориясына кіреді? Мен өзім госслужбада жұмыс істеймін. Менің айлығым 140 000 теңге айына. Яғни 140 000-ды 30 күнге бөлген кезде біз екінші категорияға кірмейміз. Мен 140 000 теңге алам, ал қазір Қазақстанда ең төмен еңбек ақыны есептейтін болса 60 000 теңге. Яғни 60 000 теңгені 30 күнге бөлгенде қанша болады? 30 күнге бөлгенде 2000 теңгеден бола ма сонда? Сонда біз тіпті дамып келе жатқан мемлекетке де кірмейміз. Яғни біз кедей мемлекеттің категориясына жатады екенбіз. Ал менің табысым солай 140 000 теңге айына, ал 30 күнге соны бөлу керек. 30 күнге бөлу керек соны, календарный күнге. Ал соны бөлген кезде $10 шықпайды, яғни 5000 теңге менде шықпайды. Ал сіздердікі қалай, құрметті көрермендер? Сіздердің табыстарыңыз қалай? Сіздер 30 күнге бөлгенде қанша шығады? Сол туралы комментарий жазып кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, осы мәселені бір обсуждение қылайық. Аман болайық.